Bu iş qanday zararı yo'q. Namozni o'qib bo'lib, qulog'iga namozning üstünde o'tirib, yaxshi o'zingga tilak aytsang, yaxshi bola chaqang o'zingga tilak aytsang, ağayın xalqqa tilak aytsang, memleketga tilak aytsang, podshoga tilak aytsang. Mana, Allah rahmatini podshoga hidayat tavfiq berdi, insof qanoat berdi, sabr quvvatini berdi. Podshomizni Allah shundiq bilan addiq bilan yurgizdi. Ayıpta görme zaman jakka deyip осы жақсы тілектерді айтса, міне намаз оқығанда, міне осы халықтың тілегімен патшаң өте әділетті жақсы патша болады. Ал енді сосын халыққа бейбітшілік, парақаттық, молшылық, тыныштығын бере көру. Халықтың Алла бір-біріне мұсылмандық, имандықпен тату бір болуын Алла бере көру. Деп намаздың артынан жақсы тілек айтып отырсаң, өте абзал артық адам. Biz bir-birimizге жау көріп қаламыз, жек көріп қаламыз, ұрысып қаламыз. Бұның бәрі дұрыс емес. Адам 18 мың адамды Алла жоқтан бар қылып жаратты. Барлық осы. Сіз теңіздің астындағы телевизор көріп отырсыз. Барлық мақұлық, неше түрлі мақұлықтар бар, ал балықтан басқа. Ал енді осы дүние жүзінде таудың астында, тастың арасында мақұлықтар бар. Жердің астында болсын, топырақтың арасында болсын. Барлық неше түрлі бәрі бар. Осының бәрін 18 мың адамға жасады. Ал енді адамды 18 мың адамның ішінде адамды абзал артық қылып жаратты. Барлық ақылды, білімді бәрін берді. Міне, біз сол Алланың берген денсаулығын, жан-жақты сана сезімін, терең ойды, ақылымызды, асыл қасиеттерімізді біз пайдалана білмейміз. Біз не? Ана 10 қойың болса қамап қойсаң, су берсең ішет, шөп берсең жейді. Бермесең өзің дейтін тіл жоқ қойда. Сол сияқты біз бойымыздағы асыл қасиеттерімізді қамап қойып, пайдасы жоқ. Я өзімізге, я біреуге, я мемлекетке, ешкімге пайдасы жоқ істейміз. Біреуді жамандаймыз, біреуді олай дейміз, біреу былай. Жоқ. Адам болғасын. Алланың құлы бәндасы болғаннан кейін, адамда кемшіліксіз, мінсіз адам жоқ. Адамда мін де көп, кемшілік те көп, білмей қалу да көп, қателесіп кететін де көп, жаңылатын да көп. Ал жаңылмайтын жақ қылмайды, жақ қылмайды естуің бар ғой. Осы сияқты адамда көп. Бір ғана Алла жаңылмайтын да бір қалыпты өзі құдірет күштен басқа Алланың жаратқан адамы қайғы нәрсесі бәрі жаңылады, кемшілік болады, күнәһар боламыз. Күнәһар бір жақтан келмейді. Біз біреуді жамандаймыз, күнәға басамыз. Біреуді істемейді. Мысалы, мен сіздің неңізде бір жаман қылығыңызды біреуді көптің көзінше айтсам, сіз мені жақсыны аласың. Біреудің беделін түсірме дейді. Біреуді ренжітпе дейді. Жаманы болса жасыр, жақсысын асырып отыр дейді. Біздің неміз. Ал енді біз ондай жоқ. Біріміздің мінімізді айтып, ұялтып жеттің өзі. Ол деген бізде адамгершілікке лайықты сөз. Ұялтпау керек ішінде. Мысалы, достың айнасы дейді. Осыған түсінесің бе? Ал айтшы. Енді қасыңдағы досың қандай болса, сен де сондайсың ғой. Айнаның бетіндегі сенің жүзің ғой. Айнаға қарасаң бетінде не барын білесің. Солай ғой, солай. Сол сіз, мысалы, менің досымсың ба? Сіз жұрттың көзін оңаша алып барып, оңаша мынандай кемшіліктерің бар. Соны түзе, екінші болмайсың. Деп ойға салып, менде достың айнасы деген осы. Бірсің көзінше айтпайсың. Оңаша апарып түсіндіресің. Осы достың айнасы деген.